Дөңгеленген дүниеде адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін төтенше оқиғалар күн сайын орын алып жатады. Ал олармен күресу білікті де кәсіби құтқарушыларға жүктелген. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз төтенше жағдайлар комитеті қызметкерлері жұмыс тәртібінің нормалары жайында баяндаймыз. Әлемнің барлық елдерінде құтқарушы этикеті кәсіби ар-намыс кодексіне негізделген. Ондағы басты талап оң имидж бен беделді сақтауға бағытталған. Төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлері айналасына сенім ұялату үшін әдепті, қарапайым, сыпайы болып, балағат сөз бен немқұрайлықтан бойын аулақ ұстағаны дұрыс. Өзімді құтқарушы деп есептесем де, жай бір өмірінде көптеген жағдайларда осындай болмаса даже көмектесу, ауыр қиыншылықтарда қол ұшын беруге мен әрдайым. Адам өмірін құтқару бұл мамандықтың ең жауапты қызметі. Мұндай жауапкершілікті абыроймен атқару үшін қызметкерлер отан сүйгіштік, батылдық және тәртіпке бағынушылық қасиеттермен қарулануы керек. Қысылтаяң шақта жұмыс істеген кезде сабырлық сақтау, эмоцияға берілмей, командада бір кісіде жұмыла жұмыс істеу өте маңызды. Ұжым ол ауызбіршілік, өзіміздің арамызда достық сезімі бәрі дамыса, қиыншылық кезінде өртке не болмаса бір апаттық жағдайда өз досына, жандағы құрбына сеніммен кіре аласың. Төтенше жағдай қызметкерлері күнделікті тәжірибеде корпоративті этикет ережелерін ұстанады. Оған министрлік бекіткен киім формасы, геральдикалық белгіні тағу мен сөйлеу кезінде арнайы ұғымдарды қолдану тәртібі жатады. Жұмыс формасы үнемі таза әрі жинақы болуы талап етіледі. Ал мемлекеттік және ведомстволық төс белгілерді тек мереке кездері көрсетіп тағып жүруге рұқсат. Қызметкерлердің киімі бірнеше түрге бөлінеді. Ол бірінші күнделікті киім, және де камуфляждық бояу киімі, сосын ресми киімдеріне бөлінеді. Ресми киімдерді ол ресми уақытында, мысалы, парад, 8 май, сондай бір марапаттау кезінде ресми киіммен шығады. Құтқару операциясы кезіндегі мінез-құлық ережелеріне келсек, қызметкер зардап шеккендерге аса мұқият әрі ілтипатпен қарауы тиіс. Себебі кез келген адамға айталық жер сілкінісі кезінде оқшау алған жанға сыртқы әлеммен байланыстың маңызы зор. Ондай кезде құтқарушы зардап шегушімен дауысын көтермей, анық әрі нақты сөйлегені құба-құп және оған жақын арада көмек көрсетілетінін айтып, қажетті нұсқаулықтарды бергені дұрыс. Апаттық жағдайда не болмаса жер сілкініс кезінде, су тасқыны кезінде болмасын, және де өрт кезінде жарақат алған адамдарға тыныштық, сабыр сақтасын деп сондай нұсқамаларды өткіземіз. Өйткені ең бастысы жарақат алған адамдың бізге сенімділік, қандай жағдай болмасын, көмекке келеміз деп біз нұсқама береміз. Төтенше жағдай кезінде құтқарушы үшін ең маңыздысы төзімді болу, байсалдылық таныту және барлық жағдайда сенімділікті жоғалтпау. Ең үлкен міндеттің бірі халықтың үрейін басып, оқиға орындағы қысымды жеңілдету. Бірінші кезекте төтенше жағдай қызметкері байбалам салушыларды қоршаған ортадан оқшаулайды. Сонан кейін топтың назарын өзіне аудартып, командалық қатаң стильмен адамдарға құтқару жоспарын түсіндіреді және жеке қорғаншылық құралдарын таратады. Үрей, дүрбелең, енді айғай-шу кезінде соны тыныштық қалпын сақтап тұру үшін біз бірнеше жұмыстарды ұйымдастырамыз. Және де айғай-шу болмасын деп, және де қызметкерлердің нұсқамасын тыңдау. Құтқарушылар төтенше жағдай кезіндегі негізгі міндеттерінен бөлек алдын алу шараларында ұдайы жүргізіп отырады. Бақ арқылы төнген қауіп туралы тұрғындарға хабарлама жасайды, немесе назар аударуға тиісті ескертпелерді таратады. Ал қарапайым тұрғындарға азаматтық қорғаныс бойынша шараларға қатысудың танымдық мәні зор. Мысалға, ойын түрінде балаларды қауіпсіздік ережесін сақтауға үйретудің берері мол. Сіріңке қорабын балалардан алшақ ұстап, топ көздерінің кілтипаны жоқтығын тексеріп, жеке қорғаныш құралдарын сақадай сайлап қою арқылы біз төтенше жағдай қызметкерлерінің ауыр жұмысын жеңілдететініміз анық. Бұл этикет бағдарламасы. Бізбен бірге табысты болыңыздар.